Барлықтарыңа сәлем достар. Сендермен бірге Дженнифер Мия. Менің артымда қарап тұрғандарыңыздай, мен бүгін өз қалама кафе жасадым. Ендеше бірге көрейік. Мінекей сыртқы көрінісі мынандай. Шағын ғана осындай қылып жасадым. Өткендегі видеоны көпшілеріңіз айтқан екенсіздер, шаштары асау, кітапхана асау деп. Оны келесі бөлмеде салатын боламын. Тағы не салайын айта кетсеңіздер, ал мен бүгінгі видеода мен бүгін осындай кафе жасадым. Мінекей мына жақта тамақ әзірлеп, неше түрлі сусындар әзірлеп тұрады. Ана жақта отырып жейді. Мына жаққа да отыруға болады. Осылай терезеге қарап. Ал мынау бізде әжетхана. Ана жерге киім ілдіріп қояды. Қосымша алып келген болса, ал бұл жақта балконда отырып ішеді. Бүйтіп таза ауада. Төбесінде навес бар. Осындай. Бұл жақта көп орындықтар бар, көп адамдарға арналған. Мына жаққа өздерінің керемет заттарын салып қойса болады. Қайтып кейін алып кетеді. Осындай іші. Төбелерін осындай қылдым мен. Светтер осындай. Үлкен. Есік осындай бір есік қойдым. Уақытша. Тағы өзгертетін болам. Ал енді мен сіздермен бірге соңғы бөлімді салайын. Ал мына жаққа асфальтқа апаратын жол. Осылай істеп қойық. Осындай блок әдемі көрінеді басқа блоктарға қарағанда. Маған ұнайды, мен көптеген осы жақтағы ғимараттарымның көп бөлігін осындай блоктармен істеген. Себебі бұл әдемі көрінеді, әрі қойғанда кәдімгі жинақ болып тұрады. Менің видеоларымды көрсеңіздер, мен үнемі осылай жан-жағына шөп қойып қоям, жапырақ қойып қоям. Бұл жапырақ сәндік үшін, әрі бұл да жинақ етіп тұрады. Маған ұнайды осылай қойған. Қарасаңыздар, ұнайды де осылай бар. Бұл жақта бірақ жапырақ пен гүл. Мінекей осылай әдемі болып кетті біздің кафеміз. Шағын ғана, керемет. Жан-жақтары осындай. Мына жақтары осындай мінекей. Тағы беріп кетіңіздер, және де келесіде не жасайын айта кетсеңіздер. Мінекей осындай болды. Келесі келіскенше сау болыңыздар.